қыздардың құлағына алтын сырға, қалай өтімді боламын десеңіздер, табиғи болыңыздар жандарым. Жасандылық деген нәрсе, ол аялдама, санау тұрған аялдама. Бірінші аялдамадан түсіп қаласыз. Еркек адамдар барлығын сезеді. Сіздер ойлайсыздар ма? Жасандылықпен ұзаққа шабамын деп ұзаққа шаба алмайсыздар. Мен білем көп қыздарды, замандастарымыздың қаншасының қызы әке шешесін қақсатып, мен жақсы оқуда оқысам, жақсы көлік тепсем, бір бөлмелі болса да үйім болса жақсы күйеуге шығамын деп, ол этаптан да өттік. Сосын ойбай, мына тақуа қыздар екен деп, ол этаптан да өттік. Тіреліп қалдық жандарым, қыздарым, балапандарым, тіреліп қалдық. Құлығымыздың бәрі ашылып қалды. Сондықтан да табиғи болыңыздар. Бір ауыз сөз айтсаңыз да табиғи сөз болсын. Үстіңе киетін киіміңіз болса да табиғи матадан болсын. Және әр тірлік, әр әрекет жүректен шықсын. Сол кезде пиғылға қарай Құдай да сол шүкір деген күйеуді алып келетін болады.